Сәлем достар. Бүгін біз бәріміздің өміріміз үшін аса маңызды тақырыпқа тоқталамыз. Ол су. Кейде қарапайым болып көрінетін нәрселердің маңызы шын мәнінде шексіз. Біз нан жейміз, ет жейміз, жеміс-жидек жейміз. Оларсыз өмір сүру қиын. Бірақ солардың ешқайсысы су сияқты міндетті емес. Себебі адам тамақсыз 30 күнге дейін шыдай алады. Ал сусыз бар болғаны 3-5 күн ғана өмір сүре алады. Осы тақырыпта біз бірге мынадай сұрақтарға жауап іздейміз. Неге біз су ішпесек өмір сүре алмаймыз? Су біздің ағзамызда қандай рөл атқарады? Бұл сұрақтардың барлығына ғылыми негізделген, бірақ қарапайым тілмен түсіндіріп беремін. Жер шарындағы ең ерекше заттардың бірі су. Бүкіл тіршіліктің бастауында дәл осы су тұрды. Ғалымдар, тірі ағза алғаш рет қайда пайда болды дегенде, әрқашан суды айтады. Өйткені алғашқы жасушалар теңіздерде пайда болған. Судың ерекше қасиеті бар. Ол басқа сұйықтықтарға қарағанда жылуды баяу өткізеді. Яғни ыстықты ұзақ сақтайды, және суықты да ұзақ ұстайды. Сондықтан жердің климаты бір қалыпты болуына да су себепші. Мысыр өркениеті Нил өзенінің бойында дамыды. Қазақстан жерінде де Сырдария мен Ертіс бойында адамдар ерте заманнан қоныстанған. Адамның денесі 60% судан тұрады. Жаңа туған нәрестеде бұл көрсеткіш 80%-ға дейін жетеді. Қан 84% су, ми 75% су, бұлшық ет 70% су, өкпе 80% су, тіпті сүйек те 20% судан тұрады. Су жасушалардың ішінде жүретін барлық процестерге қатысады. Мысалы, қантты энергияға айналдыру үшін ферменттер судың көмегін қажет етеді. Қызықты факт. Егер адам денесіндегі судың 2%-ін жоғалтса, бірден шөлдеп, басы ауыра бастайды. Сусызданудың белгілері: қатты шөлдеу, еріннің кебуі, бастың ауруы, әлсіздік, несептің азаюы, терінің құрғауы. Тарихта адамдардың сусыздықтан қаза болған көптеген мысалдары бар. Су тек өмір сүру үшін ғана емес, денсаулық үшін де қажет. Су ішкен кезде ас қорыту жақсарады. Су бүйректің жұмысын жеңілдетіп, зиянды заттарды шығарады. Су артық салмақтан арылуға көмектеседі. Су теріні ылғалдандырып, әжімді азайтады. Көптеген ғылыми зерттеулер көрсеткендей, күніне жеткілікті мөлшерде су ішетін адамдардың иммунитеті жоғары, көңіл күйі жақсы. 30 ғасырда бүкіл әлемде ең үлкен мәселелердің бірі таза судың жетіспеуі. Бұл деректері бойынша, қазірдің өзінде 2 миллиардтан астам адам таза ауыз суға қол жеткізе алмай отыр. Ғалымдар болашақта соғыстар мұнай үшін емес, су үшін болады деп ескертеді. Сондықтан суды үнемдеп пайдалану, өзен-көлдерімізді қорғау әрқайсымыздың міндетіміз. Достар, суды көп ішу пайдалы екенін ұмытпаңыз. Бүгінге осы келесі видеода жаңа тақырып қозғаймыз. Келесі видеоларымызды көру үшін арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.